20 жасар ера, жасы 20-ға келсе де, әлі қыздармен танысып, сөйлесіп көрген жоқ. Енді былай айтқанда мектеп жасында үнемі ұяң болып жүрді. Одан кейін мектепті бітіргеннен кейін университетке бал жинай алмай, оқуға түсе алмай қалды. Содан кейін амал жоқ, ол арман қуалап Алматы қаласына келеді. Бірақ оның арманы бір қызбен жатсам деген ойы болды. Сөйтіп не істерін білмей, әркімге айтуға, таныстарына да айтуға ұялып жүрді. Мақсат бір қызды тауып, онымен былай айтқанда перзу еді. Бірақ ера арманына қол жеткізетініне өзіне сенімсіздік болды. Бір күні стройкаға жұмысқа кірген болатын. Сол ауылдан келгеннен сразу стройкаға жұмысқа кірді. Стройкаға жұмысқа кірсе, стройкадегі балдармен өзі сияқты, одан үлкен жастары, семьялы балдар бар, жұмыс жасайды. Барлығы бір бригаданың ішінде үйлерді ішкі ремонттарын жасап жатады. Күн суық кезі, яғни декабрьдің кезі болатын. Декабрьдің кезінде бәрі іште жұмыс жасайтын. Сөйтіп, бірінші күн жұмыс біткеннен кейін сөйтсе, балдар әрқайсысы әжеде жатып алып, яғни орындарына барып жатып алып, телефон шұқылап, біреулермен сөйлесем-ау, біреулері прикол көреді дегендей сөйтіп жатады. Ера болса кішкене бірінші келген кезде өте ыңғайсыздық танытып, жата алмай, ұйықтай алмай, бір 2-3 сағаттай ұйықтай алмай жатады. Сосын көзі ілініп ұйықтап кетеді. Ертесіне балаларға жақсы сіңісіп, біразы көрші ауылдың балдары екен, бір қаладан деген сияқты. Ал Алматыға келгеннен кейін барлығы бір жерде жұмыс жасап танысып кетеді. Сөйтсе, қасындағы Алмат деген жігіт, Әлеке деп айтады бәрі оны. Ерадан яғни бір жас кішкентай 19 жастағы жігіт Әлекең кетіп бара жатыр, киініп алып кешкісін жұмыстан кейін. Қасындағы дос баласы сұрайды, яғни Әлекең, Әлеке, чотан бүгін қайда дейді. Не, бір әйелді сындырдым конкретно, жасы 35-те, соған барып жатырмын дейді. Қазір барып квартира жалдап, типа мынау двигатель, короче, айтам қызығын дейді. Сосын іштен ера түсінерін білмей, опана дейді. Бұл что-то маған керегі де осы деп, бірақ білдіртпейді енді. Кішкене ера ыңғайсыздық танытып, ұялып, уақыты болар бірдеме дермін деп, кейін бір кішкене үйренісіп алайын деген ішінде бір ойы болады. Сөйтіп бір қараса, ера сөйтіп сол күні тағы да жайлап үйреніскенін ұйықтап қалады. Әлекең таңға жақын келеді. Сөйтсе, Әлекең риза, дос баласы сұрайды, что-там Әлеке, не қылдың? Тырылдатып қайттым бар. Шуын тастадым таңға шейін, 4 сағат бойы бердім, дерске Әлекең. Что-там бізде барсақ бола ма? Ол әйелге, қой, ол әйел шақыртпайды. Сенен басқа ешкім керек емес деп айтты. Дейді. Сосын күні бойы ера жұмыс жасап жүреді енді стройкада. Паркпен шауып кел, подсолнек. Анау бір жағынан кішкене үйренісіп, араласып қояды жұмыстарға. Атақлы подсолнек. Жылы жерде дайын тамақ. Айлығы да жақсы, енді жақсы болғанда қалай, сол стройкаға жақсы да айлық. Сөйтіп жұмыс жасап, Әлекең ертесіне тағы кетіп бара жатыр. Әлеке қайда? Әлеке кешегі әйелге барады. Опана, тартса бізді де, подружкалар жоқ па деп дос айтып қалады. Үндеме, үйренісіп алайын жақсылап, болады дейді. Ера ыңғайсызданады енді. Ераның ойы, қазір балдардың бәрі үстінен күледі. Ой, сен әлі қызбен жүріп көрмедің ба, қызбен болып көрмедің ба деп. Өзінше бір ера ойланады, бір жігіттердің арасында бір қызды көріп жүргендей, бір түр танытпай бір сөйлесем деп ойлайды да. Сөйтіп бір кезде ертесіне жақсылап балдар бір апта өтеді сөйтіп. Бір апта өткеннен кейін жақсылап үйренісіп алады балалармен сөйлеседі. Что-там балалар қыздар жайлы ана үйттік, мынаны бүйттік, пәлен қылдық, пәлен кеспе ана қызбен таныстым, мына қызбен таныстым. Сосын жаймен ера Әлекең шақырады. Әлеке, что-там қыздарға барма, мына. Әлекең мақтанып жатылып шығады енді. Ой, мен үйттім, ой, аптасына 1-2 әйел табамын. Тырылдатам, үйтем, бейтем, ой, бәрін жақсы көремін, мынау деп айта беремін дейді. Өздері квартира жалдайды, біреулерінің үйі бар деп, кәдімгідей ераны қызықтырады жерде. Сосын бір кезде ера айтады, қалай табуға болады? Мен негізі қыздармен армайын сөйлесем, ой, көрдік қой талайын біраз, мынау. Бірақ қалай табуға болатынын айтып жіберсейші, енді мен жаңадан келіптім, бір аптадай болды Алматыға келгелі бер. Кішкене үйреніскім кетейін деп өтірік айтады да жаңағы ше. Қыз енді бір апта болып келгеніне шын енді. Бірақ жаңағы қыздарды талайын көрдім, мынау деп білдірткісі келмей тұр да. Ойлайды, егер біліп қалса үстінен күледі деп. Негізінде Әлекеңе бәрі. Әлекең айтады, былай мынандай сайттар жазасың, телефонға кіресің, сайт жазасың, сайттың ішінде жасына қарап іздей бересің дейді. 30 жастан жоғары іздей бер дейді. Одан төмендегілер ақша сұрап миыңды шірітіп, көтіңнен қалмай мынау қыртып кетеді ақша сұрап дейді. Одан жақсы 30 жастағыдан үлкендерден ізде. Олар кішкене ақшаға келген кезде ұялмайды, кейбіреулер бай болады, кейбіреулердің үйі бар, үйіне барып жатып аласың, тырылдата бересің, в общем, как раз. Нағыз 1-2 рет беріскенге солар жақсы деп айтады. Енді әркім әртүрлі ғой енді. Жарайды дейді, сөйтеді. Әлекең көріп алады, бәрін сайтқа кіреді, суретін, нормально суретінде ғой дейді. Таза түскен, кәдімгі әдемі жерде, стройкаде, ауылда шашың өсеткен, ондай суретті қойма дейді. Әлекең айтады, көрдің ба мен, қыздар жазған маған даже. Бірақ қыздар жазбайды дейді, бірақ өзің жаза бер әрқайсысына дейді. Тоқтамай жазып шық дейді бәріне.
ана мынау әдемісің, бірдеме пәлен қыламын, өте жақсы көремін деп үнді құлақтан тебе бересің дейді. Сөйтіп жазып шық дейді. Сосын бір кезде Ерекең суретті қояды, әйтеуір ең нормальный деген суретін. Сөйтіп әркімге жазып шығады, ұнасын, ұнамасын, суретін көрсін, көрмегесін. Баста ешкім жауап бермейді. Сосын бір сайтта отыр, 2-3 сағаттай отыр, жазып жатыр. Танысатын сайтқа сөйтсе, Әлекең мынау сөйтіп дауыс біреу жауап бермейді ғой. Сосын бір кезде 3 сағат, отыра бер, жауап береді қазір, ана мынау. Көбісі жұмыста болады, кешірек кір дейді, 10-11-ден бастап дейді. Сөйтіп кешірек кіргеннен кейін чың басады, сөйтсе, бәрі қараса, телефон тынбай кетеді. Қарасам, бірден 7-8 адамнан келіп жатыр. Ана жерде Ерекең деген Ераң деген ана жерде қарап, мынау болады, мынау болмай. Әрқайсымен даже жауап беріп үлгере алмай қалады ғой ана жерде. Сөйтіп сөйлеседі, бүйтеді. Ақыр сөйтіп жатқан кезде бір 37 жастағы бір әйелді ұстайды. Сонымен жақсы сөйлесіп кетеді. Басқаларына да үлгергенше жауап беріп отырады, сосын кейін көбісі жауап бермей қояды. Біреулер жұмыстамыз деп айтады. Сөйтсе жаңағы 37 жастағы әйел орыс әйел екен, сары шашты, қазақша біледі екен. Сөйтіп екеуі сөйлесіп кетеді, ана мынау қай жақтансың, не істейсің. Сосын ана әйел айтады, давай кездесейік, бір нәрсе, қазір боссың ба, қай жердесің, қалаң қай районындасың дейді. Мен ана районда как раз үйде жалғыз. Сосын бір кезде не істерін білмейді, ё-майо, Ерекең ера түсінбейді, барып Әлекең айтады, Әлеке дейді, короче. Бір зат айтсам ешкімге айтпашы дейді. Не болды десем, жаңа бір әйел таптым, 37 жастағы, орыс әйел ма, білмеймін, сары шашты. Бірақ қазақша жақсы сөйлейді, суреттері, WhatsApp-ын алдым, нормально сөйлесіп тұрмын. Бір шын айтайын деп ұят болып кетті, просто алдап. Мен вообще қыздармен барып көрмеген адам, ешкімге айтпашы құлағыма дейді. Ер айтады, Әлекең айтады, несіне боласың, мен де сол қалаға келіп, осы міне бір ай болды қыздарға барып жүргенмін, оған дейін қайдаш қалтырап дірілдеп қыздармен сөйлесе алмайтын. Айтпаймын ешкімге дейді. Қай жерде дейді, опана дейді, Әлеке көреді. Әлеке ұнатады ана әйелді. WhatsApp-ын жаймен білдіртпей көріп алады. Сөйтеді де бір кезде Әлеке өзі ана WhatsApp-тан жазады дейді. Ана әйелге. Ерекең аузын ашып отқан кезде Әлекең WhatsApp-қа жазып, сәлеметсіз бе ана мына бірде, ана әйел танымайды, сен кімсің дейді. Әлекең не да? Шустрый да, друг вокругтан бердің ғой, ана мына бірдеме деп бере салады. Ана әйел сөйтсе көп адамға беріп тастағанда нөмірін. Дейді. Сөйлесейік, кездесейік, ұмытып қалғансыз ғой, қашан бердім дейді. Осыдан бір апта бұрын дейді. Болды, үндемейді ана. Сөйтеді Әлекең сөйлеседі, ана қылады, мынау қылады. Бір жағынан Ерекең де жазады мына жақтан. Сосын бір кезде Әлеке айтады, қазір барам, ана шустрый ғой енді. Ана әйел түсінбейді, жарайды кел дейді қазір. Сосын ана әйел айтады, Ерекең айтады, ера потом сөйлесеміз, қазір бос емес едім. Ана мынау деп айта салады. Ерекең ашып қалған, майя тысынайын деп тұрған жерін сындыра алмай қалды. Әлекең барады да ана әйелді барып періп тастайды, короче. Сонымен жүреді. Ерекең ертесіне жазады, ана әйел жауап бермейді, бір қарасам игнорға тығып жүреді ана. Ерекең сөйтіп ренжіп қиналып жатыр, қыздай қолдан келмеді ау деп әркімге жазып береді, олар да жауап бермейді. Сосын бір жігіт болады сол жерде нормальный, не істеп дейді, сайтта отырмын, қойшы сайтқа жолама дейді, бұзылып кетесің дейді. Одан да нормальный қыз тауып, нормальный сөйлесіп, үйлен, не қыласың, ауру жұқтырасың ертең, басыңа бәле болады, сендер жастар қызықсыңдар дейді. Білесің ба, ауру жұқса не болатынын? Неше түрлі жаман аурулар көп дейді. Сосын ана бала қайдан білсін Ерекең? Ойбай, сондай ма, құрсын дейді. Сөйтіп бір нормальный қыз тауып, сол кезде ауылынан келген бір, ол да студент қыз екен, жасы 20-да өзі қатары, сөйтіп сонымен жүріп, үйленіп, жақсы семья болып кетеді. Не көргендеріңіздей, жаман нәрселерден аулақ болу керек. Жігіттер, қыздар, білетін болсаңыздар, сайт, ана мынау дегеннен аулақ болып, арнаға жазылып, лайк басып, сау болыңыздар. Айтпақшы жаңағы Ерекеңмен жаңағы қыз, ауылының қызы үйленіп, қазіргі күнде семья болып, жақсы болып тұрып жатыр. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.